Саламатсыздарбы балалар? Бүгүн биз кәсипкерлик және бизнес негиздери пәнинин 4 бөлүмүн ойлоо дизайнын карастырууга кирисебиз. Бүгүнкү сабак такырыбы ойлоо дизайнына кириспе. Сабактын максаты ойлоо дизайны түсүнүгү менен таанышуу, ойлоо дизайны куралдарын колдонуу аясын билүү, ойлоо дизайны тәсилдери менен бизнес идеяларды куруунун дәстүрлүү тәсилдери арасындагы айырмачылыктарын аныктоо. Ойлоо дизайны дегенimiz не? Ойлоо дизайны өнүмдү, кызметти пайдаланган кездеги тутунушунун ою. Бул кандай болуу тийиз? Шынайы болмустун арасын салмактоо аркылуу сырткы әлемдеги зерттөөгө багытталган ойлоодун ерекше түрү. Ойлоо дизайнынын негизги устанымдары. Биринчиден, өнүм немесе кызметти пайдалануучу адамдардын мүддеси көзделүү тийиз. Демек, тутунуучулардын немесе жана пайдалануучу адамдардын мүддесин, кажеттиликтерин көздөөбүз керек. Экинчиден, болжомдарыңызды сынап көрүңүз. Тест аркылуу, эксперименттерди жүргүзүү аркылуу сынап көрө аласыздар. Үчүнчүсү, катаң адиснаманы сактоо. Адиснаманын өзүнүн бир нече адистери болот. Сол адистерди жүргүзүү аркылуу осы негизги устанымдарды жүргүзө аламыз. Төртүнчү устанымы түрлүү сала мамандары менен бирлешип жумуш иштейбиз. Бул дегенimiz психолог мамандыгын, аналитик мамандыктарын бирге сол мамандар менен бирлесе биз жанагы жобамызды жүргүзө алабыз. Бешинчиси, ар дайым барлык жерде кандай да бир чечим кабылдап аракет этиңиз. Алтынчы, 100 рет эстегенен 1 рет көргөн дурус. Және жетинчиси, сөзүңүз кыска да нуска болсун. Ойлоо дизайнынын классикалык адистерден айырмачылыгы. Биринчиден, стандартты эмес ойлоо, яғни креативдүү болуу. Бул бизнесте эмне үчүн кажет? Түпнуска идеяларды табуу үчүн, кадимки шемберден чыгуу үчүн, сананы кеңейтүү үчүн. Креативдүү ойлоодо калай дамытууга болот? Ар түрдүү техника аркылуу, ми шабуул аркылуу, күнүнө 10 идея тауып, өзүндү дамытуу аркылуу, адеттердин ауысуу. Экинчи адистердин айырмачылыгы бул прообраздарды колдонуу. Прообраз сөзүнөн бейнелерди прототип пайдалануу, ол азирлөөдү сынауга мүмкүндүк береді. Демек, белгилүү бир макет жасоо аркылуу, тажрыйбелүү үлгү жасоо аркылуу немесе презентациялык прототипти куруу аркылуу. Үчүнчүсү, сәтсиздиктерге дайын болуу. Көч башчылар эксперименттерди ынталандыруу тийиз. Себеби кателер баштапкы кезеңде орун алса, және пайдалы акпарат көзүнө айналса, бул калыптуу кубулуш болуп эсептелет. Төртүнчүсү, акылга конумдуу минимализм билдирүү. Яғни биз эң алдымен багалайтыныбызды саналы, жылжытуу, сондай-ак биздин максаттарыбызга кол жеткизүүдөн баш тартууубуз керек. Дизайн ойлоодун эрежелери. Биринчиден, башкалардын оюн дамыта отуруп, жана нерсе ойлоп табыңыз. Демек, бул жерде казыркы нарык заманында биздин өтө көптөгөн катышуучулар, сериктестиктер өздөрүн дамытуу үчүн, өздөрүнүн өнүмдөрүн нарыкка чыгаруу үчүн, суранымга ээ болуу үчүн жана нерсе ойлоп табууду көзгө салат. Экинчиден, түрлүү саланын тажрыйбелүү мамандарынан топ куруп, ойлорун чогурландырыңыз. Үчүнчү, карапайым тутунуучунун мүддеси басты назарда болсун. Демек, бул жерде баганада айтып кеткендей, тутунуучунун мүддеси, демек, кажеттилиги карастырылуу керек. Төртүнчүден, кол жетимдүү дүнүйөнүн баарынан кол жетимдүү жана прототип ойлоп табыңыз. Скетчтен жумуш иштейтин үлгүгө дейин курастырып, ар дайым сону менен жумуш иштеңиз. Прототип дегенimiz баганада айтып кеттик, ол белгилүү бир прообраз. Демек, жана айткандай скетч немесе макет, тажрыйбелүү үлгү жасоо аркылуу сого жеткизүүгө болот. Ойлоо дизайнынын кезеңдери. Эмпатия, талдоо және синтез, идея ойлоп табуу, прототип жасау,
тестлеу, старителинг. Негізгі осы кезеңдерді біз келесі тақырыпта бөлек қарастыратын боламыз. Енді ойлау дизайнын ойлау әдістеріне келетін болсақ, бұл жерде негізгі екі әдіс. Бұл дивергентті ойлау. Латын тілінен ажырау деген сөзінен пайда болған. Бір мәселені оңтайлы шешу үшін бірнеше шешім қабылданатын шығармашылық ойлау әдісі. Конвергентті ойлау, латын сөзінен жинақталу деген сөзінен, шешімнің қолда бар алгоритмдерді пайдаланып, бір немесе бірнеше басым бағыттарды таңдап алатын аналитикалық ойлау әдісі. Енді бұл ойлау әдістерін өзіңіздің жобаңызға байланысты қолдануыңызға болады. Демек, бірінші әдісті қарасаңыздар, бұл жерде керісінше бірнеше жаңағы шешімдердің ішінен белгілі бір ғана шешімді қабылдауымыз керекпіз. Ал конвергентті ойлауды алатын болсақ, бұл жерде жинақталу. Демек, біраз жаңағы басым бағыттарды таңдап алатын аналитикалық ойлау әдісі дейміз. Демек, бірнеше шешімді қолда бардан пайдаланып, біз оны жинақтауымыз керек. Ал дивергентті ойлауда бұл жерде керісінше бір мәселені шешу бірнеше шешім қабылдауымыз керекпіз. Демек, бірнеше шешім қабылдасақ, конвергентті ойлауда біз бір ғана шешім қабылдауымыз керек, жинақтап. Ойлау дизайнының артықшылықтары. Біріншіден, сіз мәселелерді шығармашылық тұрғыда шешесіз. Екіншіден, сіз мәселелерді мүмкіндікке айналдыруды үйренесіз. Үшіншіден, сіз бәрін оңай байланыстыруды үйренесіз. Және төртіншісі, сіз барлық қажет емес нәрселерден арылуға үйренесіз. Ойлау дизайны сізді неге үйретеді? Негізгі оның ерекшелігі. Бұл белгілі бір нәтижеге қол жеткізгенге дейінгі атап өткен әдістерді өте тұрып, дұрыс өтіп шығып, және дұрыс шешім қабылдау. Енді бүгінгі сабақты аяқтай отырып, сіздерге берілетін тапсырмалар. Бұл жерден де, егер де интернеттеріңіз бар болса, YouTube арнасынан дизайн ойлау бейне сабағын көре аласыздар, белгілі ссылка бойынша. Егер интернет болмаған жағдайда, бұл жерде жаңағы оқулықтан 111-117 беттердегі 53-54 сабақтардың теориялық материалдарымен таныса аласыз. Үй тапсырмасы Атамекен Стар Республикалық стартап байқауына қатысу үшін белгілі өздеріңіздің бизнес идеяларыңызды ойлап табуларыңыз керек. Және де мына жерде белгілі тест сұрақтары берілген бүгінгі тақырып бойынша, сол тест сұрақтарыңызға жауап берулеріңіз керек. Бүгінгі сабақ аяқталды. Қош сау болыңыздар.